Еліміздің энергетикасы әлем назарында. Лондонда самұрық-қазына қатысуымен өткен Қазақстан күні аясында бұл тақырып кеңінен талқыланды. Арнайы пікірталас барысында біздің делегаттар ең өзекті мәселелерді халықаралық деңгейде көтеруге мүмкіндік алды. Весь мир этим занимается, поэтому мы тоже начинаем заниматься. Бұл тәжірибе бүкіл дүние жүзінде қолға алынған. Жаңартылатын энергетика бойынша ілгерушілік қайда бар? Әрине дамып келе жатқан елдерде. Оның қатарында ақш, Германия мен Қытай да бар. Онда халық саны көп болғандықтан бұл өмір қажеттілігі болып табылады. Олар жетекші орынға ие. Ал бізде бюджет қаржысын қажет ететін өзге мәселелер баршылық. Бюджеттің өзі негізінен салықтар есебінен толығады. Қазір бізде жаңартылатын энергетикамен абайлап айналысуымыз тиіс. Неліктен? Әлеуметтік жауапкершілік, экономика, шығын келтірмеу жағынан бұл әлдеқайда дұрыс. Қазірден бастап белсенді түрде жаппай жел энергетикасы сынды қуат көздерін қолдануға болады. Бірақ ең алдымен желілердің жағдайы жөнді болуы керек. Алайда бізде жөнді емес. Желілерде саналған шығын көлемі 20%-ға жетеді, ал Кореяда 5%. Ендігі кезекте мемлекеттік қаражаттың бір бөлігін желілерді дамытуға бағыттасақ, энергияны үнемдеп, табиғатты да ластамайтын боламыз. Қазақстанда энергетика саласын дамыту стратегиясы 2025 жылға дейін қарастырылған. Осы уақыт аралығында бірыңғай ұлттық электр жүйесін оңтайландыру және заманауи озық технологияларды енгізу жоспарлануда.